Менің каналымда 80% адам тіркелмей көреді екен. Сондықтан каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Бұл менің ары қарай каналды дамытып жұмыстауыма шабыт береді. Сондықтан бір-бірімізді қолдап отырайық. Енді сабақты рет-ретімен келе жатсақ, біз жаңа жалпы тіркелуді, еске асырудың жалпы қалай жұмыс жасау ережелерін осы кезге дейін түсініп алдық. Қалай жұмыс жасау керек. Дұрыс жұмыс жасамасақ блокқа кетіп қалатынымызды, ары қарай жаңағы қандай жағдайда штраф болады деген сияқты, біз қандай да бір затты бастамас бұрын білу керек, назар аудару керек, мұқият болу керек заттарды біліп алдық. Енді осы жерде қосымша мен тағы да бірнеше ақпараттармен бөлісе кеткім келіп отыр. Бұл Ескастор порталында көбінде жаңағы үлкен компаниялар сатып алады. Жаңағы мұнай шығаратын, сол сияқты тағы да басқа Қазақстан Республикасының сында орналасқан ірі компаниялар, заводтар осы жерден өзінің керек жарағын тікелей сатып алады. Енді ақша түсу мәселесіне келетін болсақ, достар, бұл жерде тауарды жеткізгеннен кейін документтердің барлығын толығымен дұрыстап жіберетін болсаңыз, бұл жерде ақшаның түсу жағы жылдамырақ болады. Яғни өте көп созбайды, ақша жылдам түседі. Енді біз қазір бұл жеке кабинетте мен сіздерге көрсетемін. Жалпы сүзгі жасауды көрсетемін. Қалай тендер қарау керек, қалай баға береміз. Енді біз негізгі бетке тіркеліп өткеннен кейін бізде жаңағы осылай шығады. Жаңағы жоғары жақта магазини деп басқаннан кейін кескеннен кейін бізде осылай шығады. Шамалы жоғары жақта мен қиып көрінбей тұр. Мышка тұрған жерде магазин деген сөз бар. Енді бұл жерде басқан кезде бізде осылай шығады. Товар, услуги деген сияқты. Тек қана Ескастор осы уақытқа дейін тек қана тауарды осы жерден сатып алып келген, қазіргі таңда услуганы қосып отыр. Осы услуга деген бөлімге кіріп, қандай да бір қызмет жарияланып жатса, қарауға болады. Біздің жағдайымызда ешқандай услугада жарияланған тендер шығып тұрған жоқ. Біз енді осының жанындағы товари дегенге барамыз. Товаридың ішінен закази дегенді басамыз. Закази дегенді басатын болсақ, мына жаңағы торгу по позициям, торгу по корзинам деп екі жаңағы раздел тұр. Бұл екеуіне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Бірінші жаңағы жарияланған заттар осылай шығып тұрады. Мына жерде скотч шығып тұр. Мына жерде паста томатная деген сияқты майонез шығып тұр. Өте көп. Төмен қарай біз түсемізді. Бұлайынан қарасақ, бір бетте 12 тендерден шығып тұр екен, 15 бет тұр екен. Біз бұны бір бетте 12 тендер емес, 96 тендер шығып тұратындай қылып, бұлай өзгертіп аламыз. Осы жағдайда бізде жаңағы барлық тендер екі бетке ғана шығып тұр. Енді біз төмен қарай шығып түсе бастаймыз. Енді төмен қарай түсе бастаймызда, қандай да бір бізге мысалы тендер ұнады, соған баға бергіміз келетін болса, біз қазір бұлай баға береміз. Жаңағы тұрған скотчтың астына келеміз де предложить цену деп басамыз. Бұл жерде жаңағы біз бірінші раздел бойынша заявка беретін боламыз. Торгу по позициям.
яғни бұл разделде тұрған заттар жеке-жеке тұрады, осындай скотч сияқты, басқа зат сияқты жеке-жеке. Осының ішіне біз келеміз де предложить сену деп басамыз. Осылай басып кірген кезде жаңағы тендердің қанша уақытта бітетін уақыт шығып тұрады. Жаңағы бұның тендердің ойналуына 18 сағат берілген, 6 сағаты кеткен, 12-11 деген сияқты соңында уақыты біткен кезде бітеді. Енді нелерін оқитын болсақ, енді описаниясын оқитын болсақ, бұл жерде скотчтың размерлері толығымен берілген, қай жерге жеткізілетінінің барлық адрес жазылған, 60 күннің ішінде жеткізу керек деп жазылған. Енді ешқандай бір артық документ сұрап тұрған жоқ бұда. Енді сіздің қарап отырған тендеріңізге байланысты оның сұрайтын заттары әртүрлі, сипаттамасы әртүрлі болады. Кейбіреу тағы да бір документтер сұрауы мүмкін. Сондықтан бұл жерге өте мұқият назар аударасыз. Біздің жағдайымызда енді төмен қарай түсетін болсақ, осы уақытқа дейін осы скотчқа баға берген 4 поставщик баға берген. Яғни сіз сияқты 4 адам баға берген. Бұл осылай жаңағы көрінбей тұрады. Кімнің ұтып алған көрінбей тұрады. Уақыты біткен кезде сіз баға берсеңіз, барлығы IP-ның аты, бағасы, кім ұтты, соның барлығы анығымен осы жерде шығады. Кім ұтып алады, сол жерде соның тұсында победитель деп шығып тұрады. Енді бұл жерде бір назар аударатын зат, бізде енді саны берілген 383 штук скотчқа жарияланып жатыр. Сонымен қатар мына жоғары жақта бағасы берілген. Бұл жерде біз бағаны береміз без индекс. Без индекс IP-ңыз сізде без индекс жасайтын болса, мына без индекс деп тұрған сумадан сіз жоғары бере алмайсыз. Осы сумадан төмен бересіз. Егер сіздің IP-ңыз без индекс деп тұратын болса, сіз мына жерде 1300 деген бағаны жазсаңыз да, 1300 деп жазатын болсаңыз, сізде жаңағы да деген батырма шықпайды. Яғни сіз без индекс істейсіз, сіздің бағаңыз 1234 теңгеден төмен болу керек. Енді біздің жағдайымызда 1234 деген бағаны беріп, да деп басқан кезде сізде осындай жаңағы ескерту шығады. Яғни ұтып алған жағдайда сізге қабылдауға 2 күн уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде қабылдамасаңыз блокқа кетесіз дегенді сізге ескертеді. Осыны оқып ознакомлен деп басқан кезде сіздің берген бағаңыз беріліп кетеді. Оны жаңағы сіз ознакомлен деп басқаннан кейін қарасаңыз, мына 4 адам берілген болатын болса, 5-ші адам болып сіздің берілген бағаңыз өзіңізге көрініп тұрады. Яғни сіздің IP-ңыздың аты, сонымен қатар берген сумаңызды. Сіз қандай бір жағдаймен сіз ойыңызды өзгертіп, бағаны или төмен түсіремін, не болмаса қымбаттатам дейтін болатын болсаңыз, сіздің берген бағаңыздың тұсында жаңа кнопка тұрады. Сол жерден удалить етіп тастайсыз да, қайтадан баға берсеңіз болады. Бұл тендерге қатысқыңыз келмей ойланып қалатын болсаңыз, удалить етесіз, болды. Осылай бітеді. Бұл енді жаңағы
түсіндіріп отырғанымыз, және тағы да қайталап өтейін, торги по позициям, яғни бір түрлі осылай көрініп тұрған затқа баға бергенді түсіндірдім. Енді екінші төмен қарай өтетін болсақ, торги по корзинам деген бар. Бұл жерде бір жерде заказчиктер кейде өзіне керек затты жеке-жеке осылай сатып алмай, 10 зат, 20 зат, 3 зат, мүмкін 5 зат сатып алғысы келетін болса, 2 зат болса да кейбір жағдайда корзинамен тендерге жариялайды. Открытие торги по корзинам деп басатын болсаңыз, жаңа сізді осылай шығып тұрады. Бұл жерде де солай қарайсыз. Мысалға біз алып көрейік жарайды. Восточная Казахстанская область, яғни Өскеменде не болып отыр? Қарайық. Бүйтіп, мына жерде тұрған көп кнопканы төмен қарай басатын болсаңыз, мына жердегі осылай шығады. Яғни 3 түрлі зат сатып алған жатыр екен. Егер сіз осы 3 затқа қатысқыңыз келетін болса, предложить цену деп басасыз. Басқан кезде сізде осылай шығады. Осылай шығады. Енді сіз осы 3 затқа, корзинада тұрған затқа баға бергіңіз келетін болса, соны көрсетейін. Бұл корзинада жарияланған заттың біреуіне баға беріп, біреуіне баға бермей қойса бола ма екен деп ойласаңыз, қателесесіз. Міндетті түрде үшеуіне де баға беру керек, солай. Енді бірінші біз изолентаға кіреміз. Изолентаға кіріп, төмен кіріп, мына жерде 2700 деген бағаны береміз. Беріп, содан кейін қайта изолента деген жердің үстіне келіп басамыз. Басқан кезде жаңағы бізде бірінші позицияға баға бердік, 2700 теңгеден. Ол осылай автомат түрде шығады. Енді біз екіншіге кіреміз. Екіншіге де предложить цену деп 2100 теңгеден берейік. Да, қайта шығып, мына жерді басамыз. Одан кейін үшіншіге кіреміз. Үшіншіге добавить предложение деп басып, мына жерде 12 000 теңгеден берейік. 12 000 теңгеден береміз. Сөйтіп шыққан кезде бізде барлық сума осылай шығып тұрады. 3 позицияға да бергенімізді, қандай бағадан бердік, осылай біздің көз алдымызда көрініп тұрады. Содан кейін біз отправить деп басамыз. Отправить деп басқан кезде сізде жаңағы басқан кезде сіздің бағаңыз беріліп кетеді. Ол берілген бағаңызды сіз білу үшін қайтадан барып кірген кезде төменгі жаққа кірген кезде сіздің бағаңыз өзіңізге көрініп тұрады. Жаңағы мен отправить деп батырманы басып қалған кезде жаңағы мына жағына сөз шығып кетті ғой, жаңағы бұл блокқа еніп кеткен IP еді. Сондықтан жаңағы бұның астында жаңағы берілген баға көрінбей қалды. Бұның да жаңағы ешқандай қиындығы жоқ. Өзіңіздің берген бағаңызды қайта өшіріп тастасаңыз болады. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Басасыз, өшіресіз. Практика жүзінде жаңағы 1-2 затқа баға беріп көретін болсаңыз,
оп-оңай үйреніп кетесіз. Сондықтан достар, әрбір ақпаратты мұқият тыңдаңыздар. Сонымен қатар қандай да бір түсінбейтін сұрақтарыңыз болатын болса, әр порталдың өзінің жаңағы техподдержкасы болады. Төмен жаққа келетін болсақ, жаңағы 801 039 99 66 деген Ескастордың порталына звондап, қоңырау шалып, сізде қандай да бір проблема болып жататын болса, соны сұрасаңыз, осы жерде сізге мәлімет, ақпарат береді. Сондықтан ешқандай қорғалаудың қажеті жоқ. Техподдержкаға хабарласып, өз проблемаңызды шешіп үйреніңіз.